Ассалаумалейкум достар. Осы жолы пайдалы контент болады. Соңғы кездері күлкілі контент өте көп болып кетті. Карантин кезінде фитнес залға баруға мүмкіндік жоқ болса, далада жаттығу жасаған дұрыс. Осындай арнайы фитнес резинкамен бірге. Бұл үш жігіт әртүрлі бұлшық еттерге арналған. Біріншісі ең қалың жігіт, ол аяққа арналған жаттығуларды көрсететін болам. Сосын орташа жігіт, осындай сары жігіт, ол бір кем дегенде 30-40 килограмм салмақ береді. Және де ең жеңіл жігіт, ол 20-30 келі салмақ береді. Ол қолға арналған. Бірінші жаттығу ол резинкамен отырып тұру. Отырдық, иыққа салдық, түзелдік. Аяқты кеңірек қоямыз да, арқа түзу, отырамыз. Отырдық, төмен, барынша жоғарыға да көтерілдік. Демді шығарамыз. Демді алдық, шығарамыз. Кеттік. Зиден сәл төмен отырған дұрыс. Көтерілген кезде барынша көтерілеміз. Бүкіл аяқ жұмыс істейді. Аяқтың алдыңғы, артқы жақтары. Барынша отырдық. Демді жібердік. 15-20 рет қайталаймыз. Бұл жаттығу негізі штангымен отырып тұрудан қалмайды. Аяққа өте мықты салмақ береді. Бастаған кезде 3 подходтан бастаған жеткілікті. Арасында 1 минуттен демалып тұрасыздар. Келесі жаттығу выпады. Бұл жаттығуды еркектер жек көреді. Өйткені қиын. Жасауға өте қиын. Артқа аяқты артқа қарай жібереміз. Барынша иыққа салдық. Тұрдық. Бірақ алда аяқты жанына қоямыз да. Арқа түзу. Артқы аяқтың тіземен төмен қарай түсеміз. Төмен қарай көтерілдік. Демді жібереміз. Дейді. Бір аяққа жасаймыз. 10 рет. Аяқты ауыстырдық. Дәл солай. Арқа түзу. Артқы аяқтың тіземен төмен қарай жасаймыз. Барынша көтерілеміз. Бұл жаттығуды дәл солай 3 подход жасасаңыз жеткілікті. Келесі жаттығуға жеңілдеу жігіт керек болады бізге. Осындай сары жігіт. Өйткені аяқтың артқы жағына жұмыс істейміз. Бұл жаттығудың аты мертвая тяга. Жігіт ұстадық, барынша алға қарай жібереміз. Арқа түзу, төмен қарай түстік. Алға қарай жібереміз. Көбісі еркектер ойлайтын шығар, бұл жаттығу не үшін керек, қыздарға керек шығар. Жоқ, ерлерге де өте жақсы көмектеседі, әсіресе тестостерон көтереді, жалпы күш көбейтеді. Және де сіздерге кеңес, осындай жігіттарды міндетті түрде алып алыңыздар. Ешқандай құралдар керек емес. Осы 3 жігіттардың 3-4 түрі болса, бүкіл денеге жаттығуларды жасауға болады. Менің ойымда қазір кем дегенде 150-200-дай жаттығулар бар. Бүкілін көрсетуге мүмкіндік жоқ, бірақ ең маңызды, ең негізгі жаттығуларды көрсетемін. Мінекей аяққа арналған 3 маңызды жаттығуды көрсеттім. Енді кеудеге де біраз жаттығулар бар, бірақ оның негізгі 4 түрін көрсетемін. Біріншісі ол отжимание. Ол үшін бізге осындай орташа жігіт керек болады. Жігітті үйстіп айналдырып аламыз да. Мінекей арқаға салдық. Осындай. Негізі отжимание барынша жасайсыздар ғой енді. Басында бастап атқан кезде 10-15 қайталау жеткілікті болады.
Екінші маңызды жаттығу ол брусья. Әсіресе бұл жаттығуды кім жеңіл жасайды, соларға арналған. Өйткені біз дополнительный салмақ береміз. 2-3 рет айналдырып алдық. Иыққа салдық. Және де брусьяға тұрамыз. Қысып алдық. 20-30 келі береді. Үстінен салмақ барша төмен қарай түстікті көтерілеміз. Бұл жаттығуды әрине жасауға өте қиын, сондықтан кім қанша жасалайды, мен максимум 15-20 рет жасаймын осындай жүгіртпен. Тағы да айтқандай 3 подход. Бағана көрсеткен 2 жаттығу кеуденің бұлшық еттерін көбейтуге көмектеседі, ал бұл бұлшық етті әсіресе кеудені өте жақсы созады. Ол үшін осы тұрған жүгіртті барынша ораймыз. Мінекей қараңыздар, барынша ораймыз, өткен жақсы салмақ береді. Қараңыздар, мінекей орадық барынша. Енді арқаның артқы жағына қойдық та, және де алға қарай кеудені қысу керек. Бұл жаттығудың аты разводка. Ашамыз барынша. Көкіректі қысу керек, және ортасында. Бұл жаттығуды да 15 рет жасаңыздар, өте жақсы салмақ түседі. Және де соңғы көрсететін маңызды жаттығу, ол да көкірекке арналған. Оның аты жим от груди. Ол үшін бізге қалыңдау жүгірт керек болады. Сіздер енді орташа жүгірт алсаңыздар болады бұл жаттығуға. Кәдімгідей жим лежа жасайсыздар ба? Дәл солай. Мінекей. Кеудеден итереміз алға қарай. Және де итерген кезде барынша қысу керек кеудені. Ал мінекей арқаның жаттығуларына кеп қалдық. Қазір сіздерге 5 маңызды жаттығу көрсетем. Біріншісі ол турниктен тартылудан бастаймыз. Артық салмақ көп болса, ол үшін сіздерге осындай қалың жүгірт керек болады. Жүгіртті осылай тізеге немесе аяққа салуға болады. Оның айырмашылығы қандай? Тізеге салсаңыз, сәл қиындау болады жасауға. Ал аяққа қойсақ, онда жеңілдеу болады. Өйткені бұл жерде жүгірт барынша созылады. Қолды кеңірек қойдық, арқа түзу және тартыламыз. Бұл жаттығуды 10-12 рет жасаңыздар жеткілікті. Бұл жүгіртті дәл солай тізеге салдық. Барынша тартыламыз жоғары қарай. Келесі жаттығуды бір орында тұрып жасауға болады. Аяққа тіреп қойдық. Және де арқаны түзу ұстап, бұл жерде тарту керек. Қолды тартамыз. Сонда салмақ өте жақсы түседі. Мысалы, көбісі жасаған кезде тез жасайды ғой бұлай. Тарттық, сонда арқасын сезбейді. Арқаны сезу үшін тартқан кезде барынша шынтақпен жоғары қарай тарту керек, шынтақпен. Сонда арқаға салмақ түседі, және де салмақ бицепске кетпейді. Ал келесі жаттығу арқаның төмен жағына арналған. Жүгіртті осындай бір нәрсеге қыстырып алу керек. Барынша артқа тұрдық, натяжение бердік, және тартамыз. Және тартқан кезде кішке сәл бұрысаңыздар болады өзіңізге қарай. Мінекей бұлай. Қазіргі жаттығу жүгірттің өзімен тартып алмайтындарға арналған. Мінекей қараңыздар, жүгіртті осылай іліп қойдық. Енді жоғары жақтан барынша төмен қарай тартамыз.
Бұл жаттығудың аты горизонтальная тяга. Тұрып тартуға болады. Сәл артқа қарай береміз де тартамыз. Артқа қарай өзіңіз кішкене жатып алсаңыз болады. Тартқан кезде сәл ұстап қалу керек. Ұстап қалдық. Тағы да айта кетейін, бүгін біз жаттығуларды бүкіл бұлшықеттерге жасап шығамыз. Көрсеткен жаттығуларым ол аяқ, көкірек, арқа, иық пен қол бар. Сондықтан осы видеоға лайктарыңызды аямаңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар. Иыққа 4 маңызды жаттығу көрсетем. Бізде иық 3-ке бөлінеді. Ол алдыңғы дельта, ортасы және арты. Қазір біз әр бөлігіне жаттығуларды көрсетеміз. Егер сіздер үйге арналған жаттығуларды көргіңіз келсе, екінші бөлігін сүріңіз десеңіздер, онда осы видеоға 2000 лайк жинасаңыздар, келесі бөлігін түсіреміз. Бірінші жаттығу иықтың алдыңғы жағына жасаймыз. Қараңыздар. Аяқпен қысып алдық, сәл кеңірек қойдық. Қол иықпен қатар. Және де алдына қарай, жоғары қарай көтеру керекпіз. Демді жібердік, қысамыз. Қысқан кезде сәл ұстап қаламыз жоғары жақты. Келесі маңызды жаттығу. Иықтың ортасына жоғары көтердік. Басын артына түсіру керек. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Барынша жоғары қолды көтереміз. Пикке жеткен кезде салмаққа түседі. Келесі жаттығу махи. Бұл жаттығуға махиға негізі жеңілдеу жүгіт керек. Аяқпен қыстырып аламыз жүгітті. Және де бір қолмен салмақты иықтың ортасына береміз ғой. Сондықтан жанына көтеру керекпіз. Мына жүгітпен жасауға өте қиын. Барынша қанша жасай аласыздар? 10-15 рет. Иықтың артқы жағына жасаймыз. Ол үшін жүгіт именно иықпен қатар болу керек. Міне, бір қатарда. Шынтақты жоғары көтересіздер. Артқа қарай тарту керек. Мінекей. Артқа тарттық, ұстап қалдық. Кәдімгідей ашытып жатыр. Иықтың артқы жағы. Көбісі мысалы қандай қатте жібереді бұл жерде. Төмен қарай тартады. Міне. Бұл уже иыққа түседі. Сондықтан шынтақты көтеріп, жоғары қарай тартыңыздар. Алда тағы 4 жаттығу күтіп тұр сізді. 2 жаттығу бицепске және 2 жаттығу трицепске. Бірінші жаттығу сгибание на бицепс. Аяқпен битіп қыстырып алу керек. Және де барынша жоғары қарай бицепсті қолды бүгу керек. Барынша. Немесе бұлай бүгу керек. Енді кезек-кезек әр қолға жасаймыз. Қазір қараңыздар. Жүгітті бұлай ұстап алдық. Бір аяқпен қысып алдықты. Жоғары қарай. Бір қолды қойып қойсақ болады. Бұлай қарай. Барынша көтереміз. Шыңында барынша қысамыз қолды. Басында білінбейтін шығар, бірақ соңында жақсы ашиды қол. Мінекей достар, біздің шығарылым өз мәресіне жетіп қалды. Қазір трицепске арнаған 2 жаттығуды көрсетемін. Ал мына видео ұнап жатса, комментарий қалдырыңыздар. Тағы қандай шығарылым көргіңіз келеді. Мінекей 2 жүгітті ұстап алдық та. Қараңыздар. Сәл алғары еңкеймізде төмен қарай түсіреміз. Көрдіңіздер ғой, ашқан кезде осы бүкіл бұлшықеттер трицепсті ортасы артқы жағы жұмыс істейді. Бір қолымен төмен қарай. Кезек-кезек. Дәл солай. Әр қолға 10-нан
Бірінші жаттығуда 3 подход жасайсыз, екінші жаттығуда 2 подход добивающий. Ал, достар, бұл видео қызықты болды деп ойлаймын. Лайктарыңызды аямаңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар. Достар, егер мына видео 2000 лайк жинаса, келесі шығарылымды үй жағдайындағы ең мықты жаттығуларға арнаймын.